Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сапаралиева Раушан Аблашевна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алу мақсатында осы өлеңді менімен бірге қайталаймыз. Осы біздер қандаймыз, талабы биік таудаймыз, ақылдымыз, парасаттымыз, көңілдіміз, үлкенге ізеттіміз, кішіге құрметтіміз, көп оқимыз, өнерліміз. Балалар, өткен сабақты есімізге түсіру мақсатында берілген сұрақтарға жауап береміз. Түбір дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс. Қосымша дегеніміз не? Тамаша, өте дұрыс жауап бердіңдер. Етік, кітап сөзіне балалар қосымша жалғап айтамыз. Тамаша, өте керемет. Ең соңғы сұрағымыз ғарышкер сөзінің қосымшасын ажыратыңдар балалар. Өте тамаша, өте дұрыс. Өткен сабақты жақсы түсінгендерің көрініп тұр балалар. Балалар, орны ауысқан әріптерден сөз құрап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын біліп алайық. Өте керемет балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Оқушылар, оқулығымыздың 27-ші бетіндегі 61-ші жаттығуға назарымызды аударайық. Сурет бойынша мәтін құра. Айдана, Батыр, Әсем аулаға ойнауға шықты. Айдана секіртпемен секіргенді жақсы көреді. Батыр белтемірге тартылды. Ал Әсем болса құрсаумен ойнады. Балалар, суреттегі спорт түрлерін ұнатасыңдар ма? Бәріміз мәтін бойынша әңгіме құрап айтамыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі 62-ші жаттығу. Мектепте ұзындыққа секіру мен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2-ші, 4-ші сынып оқушылары қатысады. Сыныптарыңда секіру және жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ала ма? Сол туралы өз ойларыңды білдіріңдер балалар. Жарайсыңдар балалар. Мен сендердің ойларыңмен келісемін. Келесі тапсырма 27-ші беттегі 64-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Қимыл жаса тұра қап, жалқаулықты жуытпа. Көлеңкеңді қуалап, жүгіруді ұмытпа. Сергек жүрсең сен енді, жоламайды суық бір. Суық сумен денеңді ертең ерте шынықтыр. Балалар, өлең не туралы екен? Осы өлеңде жалқаулықты сөзін жалқау және жалқаулық сөзімен салыстырып көрейік. Яғни балалар, жалқау сөзі кім деген сұраққа жауап береді, ал жалқаулық деген жерде лық қосымшасы жалғану арқылы сөзіміздің түбірі өзгерді. Яғни балалар, қосымша жұрнақ және жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Мысалы, футболшы,
оқулық. Футболшы сөзінің түбірі футбол, ол не деген сұраққа жауап береді. Оған ш деген қосымшаны жалғасақ, балалар, футболшы ол адамға айналады және кім деген сұраққа жауап береді. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Мысалы, футболды оқуға. Футболды сөзінің түбірі футбол, оған жалғанып тұрған жалғау. Футболды сөзінің мағынасы өзгерген жоқ. Балалар, 65-ші жаттығу мақалды жатқа жаз. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Балалар, осы жаттығудың ішінен жұрнақ жалғанған сөздерді табамыз. Өнерлі және өнерсіз. Өнерлі сөзінің түбірі өнер, оған жалғанған жұрнақ. Өнерсіз түбірі өнер, сіз жалғанып тұрған жұрнақ. Бұл жерде, балалар, өнер сөзінің мағынасы өзгеріп тұр. Ал балалар, осымен бүгінгі сабақ өте түсінікті деген ойдамын. Олай болса, шынықсын денеміз әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.